Сәлем, сіздермен бірге қазақ тіліндегі Joe Dispenza. Бүгінгі тақырып өміріңді саналы түрде қалай қалыптастыруға болады. Адам қиналу үшін жаратылмаған. Шын мәнінде біздің уайымдар мен мазасыздықтардың 99% бұл психологиялық және эмоциялық күйзелістер. Ал оларды біз бақылауға ала аламыз. Басқа тіршілік иелерінен айырмашылығы бізде ерекше қабілет бар. Саналы ойлау арқылы ішкі күйімізді реттеп, өз өмірімізді өзгерте аламыз. Елестетіңізші, болашағыңыз бұл тап-таза парақ. Оған сіз өзіңіз болғыңыз келетін бейнеңізді сала аласыз. Егер сіз мақсатыңызға әлі жетпей тұрып, шынайы алғыс сезініп, қуаныш пен сенімді сезінсеңіз, сіз күшті өзгеріс процесін іске қосасыз. Бұл дәл солай, табыс механизмдерін алдын ала қозғалысқа келтіргенмен бірдей. Көптеген адамдар бақытты болу үшін алдымен сыртқы жағдайдың өзгеруін күтеді. Ал шынайы күш бұл сезімдерді сыртқы әлемге реакция ретінде емес, өзіңіздегі бастау ретінде қалыптастыруда. Бұл позитивті өзгерістердің қозғаушы күші болады. Сіздің миыңыз бен жүрегіңіз бір үйлесімде жұмыс істегенде, сіз қоршаған әлемге ниеттеріңізді таратып тұратын қуатты сигнал, Wi-Fi тәрізді сигнал жасайсыз. Зерттеулер көрсеткендей, біздің тәжірибеміз бен эмоцияларымыз тіпті гендерімізді де өзгерте алады. Бұл дегеніміз, біз өзімізді толықтай қайта бағдарламалай аламыз. Сіз қалаған болашаққа сәйкес эмоцияларды саналы түрде қалыптастырғанда, өз денеңізді сол жаңа күйге үйретесіз. Ал уақыт өте келе, бұл сіздің жаңа шынайылығыңызға, яғни өміріңізге айналады. Біз жүрек институтымен бірлесіп жүргізген зерттеулер осыны дәлелдейді. Медитацияны енді бастағандар да бір аптаның ішінде молекулалық деңгейде айтарлықтай өзгерістерді сезіне алады. Жүрек пен сана үйлесімге келгенде, дене әлде қайда үйлесімді күйге өтеді. Ал бұл жаңа мүмкіндіктерге есік ашады. Сонымен жүректік үйлесім деген не? Бұл шын мәнінде тыныс алуды, жүрек соғысын және ойды бір қалыпқа келтіру қабілеті. Стресс кезінде тыныс алу жиілейді, жүрек дүрсілдеп соғады, ми күрес немесе қашу режиміне көшеді. Ал егер сіз тыныс алуды саналы түрде баяулатсаңыз, мидың толқындары біртіндеп теңеседі, сөйтіп дене қорғаныс режимінен ішкі тепе-теңдік пен шығармашылық күйге өтеді. Сіз қиналуға міндетті емессіз. Сіз өз шынайылығыңызды өзгерте алатын орасан зор күшке иесіз. Мұның бәрі дәл қазір қалай ойлап, қалай сезінетініңізден басталады. Елестетіңізші, алдыңызда үлкен барабан бар. Бірақ сіздің денеңіз қатты ширығып тұрғандықтан, сіз оған толық күшпен соға алмайсыз. Ішкі кернеу сіздің энергияңыздың ашылуына кедергі келтіреді. Ал бұл энергия өмірде үйлесімді ырғақ қалыптастыра алар еді. Алайда, егер сіз күйзеліс күйінен босаңсу күйіне ауысуды үйренсеңіз, жүрегіңіз ашылады. Ал санаңыз жаңа мүмкіндіктерге жол ашады. Жүрек бір қалыпты, тыныш соға бастағанда, ол су бетінде таралатын шеңберлер тәрізді бүкіл болмысыңызға қуатты сигнал таратады. Бұл ырғақ қаншалықты тұрақты болса, денеңіз бен санаңыз өмір ағысымен соншалықты жеңіл үйлеседі. Енді екінші маңызды қағида туралы сөйлесейік. Бейсанаңызды саналы түрде бақылау туралы. Мен әр таң сайын өзіме бір сұрақ қоямын. Бүгін мен өзімнің қандай үздік нұсқам бола аламын?
Бұл оянудың, саналы өмірдің кілті. Ғылым дәлелдейді, автоматты түрде туындайтын ойларды, әдеттерді және эмоцияларды бақылау өзгерістің жолы. Біз өзімізді сырттай бақылағанда өткеннің тұтқыны болудан арыламыз. Біз өзіміздің барлық нәрсені өзгерте алатынымызды түсінеміз. Реакцияларымызды, сенімдерімізді, тіпті биологиямызды да. Мен терең түсінікке келдім. Өзімізді бақылау бұл өзгеріске жасалатын алғашқы қадам. Біз кешегі өз нұсқамызға байлаулы емеспіз. Өзімізді шектейтін әдеттер мен ойларды зерттеген сайын біз таза сананың күйіне тезірек өтеміз. Ғылыми зерттеулер көрсеткендей, 35 жасқа келгенде біздің ойларымыздың, сенімдеріміздің және реакцияларымыздың 95% автоматты түрде жұмыс істейді. Олар белгілі бір бағдарламаларға айналып, бізді басқарып тұрады. Бірақ жақсы жаңалық, бұл бағдарламаларды өзгертуге болады. Егер сіз кім болғыңыз келмейтіндігіңізді саналы түрде шешсеңіз, жаңа, күшті нұсқаңызға жол ашасыз. Шынайы өзгеріс дәл осында. Ескі бағдарламалардан асып түсу және ойдың, дененің, рухтың жаңа күйін қалыптастыру. Біздің санамыз көп жағдайда автопилотта жұмыс істейді. Бір ойлар, эмоциялар, реакциялар қайталана береді. Сондықтан бізді шын мәнінде не басқарып тұрғанын жиі түсінбей қаламыз. Өз өмірімізді өзгерту үшін осы шеңберді үзіп, жаңа ойлар мен әдеттерді саналы түрде таңдау керек. Әр таң сайын медитация кезінде менің бірінші міндетім санамда пайда болатын автоматты ойлар мен эмоцияларды бақылау. Мүмкін, мен басқаларды байқамай-ақ сынап жатуым мүмкін. Менде тереңде тамыр жайған кінә сезімі бар шығар. Осы жасырын бағдарламаларға жарық түсірген кезде мен оларды саналы түрде аңғарып, өзгертуге мүмкіндік аламын. Көп адамдар күнін позитивті боламын деген ниетпен бастайды, бірақ бірнеше сағат өткен соң ескі эмоционалды әдеттердің тұзағына қайта түседі. Сондықтан мен өзім кім болғым келмейтінімді нақты анықтауға уақыт бөлемін. Және оның орнына өзім болғым келетін нұсқамды көз алдыма елестетемін. Біз саналы түрде өзімізді болашақта сенімді, сабырлы, қуанышты күйде елестеткен кезде миымызда жаңа нейрондық байланыстар түзіледі. Ми бұл күйді шынайы болғандай етіп есте сақтай бастайды. Егер мен алдын ала осы жаңа мен нұсқаммен байланыста эмоцияларды сезіне алсам, мен өз денеме болашақтың дәмін сездіремін. Зерттеулер көрсеткендей, менталды тәжірибе тек миды ғана емес, бүкіл денені және биохимияны өзгертеді. Біздің болмыс күйіміз, ойлар мен эмоциялардың үйлесімі айналамыздағы кванттық өріске әсер етеді. Сондықтан менің мақсатым медитациядан кейін-ақ жаңа адам болып шығу, жаңарған санамен, жаңарған денемен. Бірақ ең маңыздысы осы күйді күн ішінде сақтау. Нағыз өзгеріс сол кезде болады. Егер сіз күнделікті өмірдегі қиындықтар мен күйзеліске қарамастан жаңа ойлау күйін сақтап, өткеннің емес, болашақтың негізінде өмір сүре алсаңыз. Егер мен осы өзгерген күйді жеткілікті ұзақ ұстап тұра алсам, өмірімде ғажайып оқиғалар бола бастайды, көбіне күтпеген жерден. Бұл әмбебап заң секілді. Біз қалаған болашақпен ішкі үйлесімге келген кезде, сол болашақ біздің өмірімізде көріне бастайды. Дәл осы қуатты өзгеріс мені күн сайын өз тәжірибемді жалғастыруға ынталандырады. Жеке өзім
Таңды мына сұрақпен бастаймын. Менің ең үздік нұсқам қандай? Мен медитацияны өзімді сол адам ретінде шынайы сезінбейінше аяқтамаймын. Кей күндері бұл жылдам жүзеге асады, ал кей күндері оған көбірек уақыт керек болады. Бірақ мәселе уақыт көлемінде емес, мәселе осы процесте толық болуда және ішкі өзгерісті сезініп өмір сүруде. Егер ойым болашаққа немесе өткенге кетіп, санам толып кетсе, кейде санамды тыныштандырып, қазіргі сәтке қайта оралу үшін 45 минут немесе тіпті 1 сағат қажет болады. Бірақ міне, дәл осы нағыз жұмыс. Мен түсіндім, неғұрлым жиі қазіргі сәтке оралып отырсам, өмірімдегі өзгерістер соғұрлым терең әрі айқын болады. Сондықтан таңертең өз тәжірибеме 2 сағат бөлемін. Бұл уақыт әрқашан қажет емес, бірақ бұл маған асықпай, қысымсыз, толықтай енуге мүмкіндік береді. Бұл өзімнің шынайы менімен байланысу тәсілім. 3-ші қағида – мақсатқа берік болу. Көп адам үшін шынайы ниетті түсіну оңай емес. Қазір мен мұны қарапайым тілмен түсіндіріп көрейін. Ниет бұл өзің не қалайтыныңды анық, айқын түсіну. Қарапайым естіледі. Солай емес пе? Бірақ мұнда бір қиындық бар. Біз стресс жағдайына тап болған кезде, миымыз бірден шектеулер мен талаптардың ұзын тізімін құра бастайды. Біз мен мынаған қол жеткізгім келеді, бірақ тек ештеңе жоғалтпасам ғана деп ойлаймыз. Немесе мен өзгерістерге қарсы емеспін, бірақ қалғанының бәрі дәл сол күйінде болса ғана деп ойлаймыз. Бұл нағыз ниет емес, бұл айналамыздағының бәрін бақылауда ұстауға ұмтылу. Шынайы ниет бұл қалауыңның анық болуы, бірақ оның нақты қалай жүзеге асатынына байланып қалмау. Мен мұны қалай аламын деп сұраудың орнына, бұл менде қазірдің өзінде бар болса, қандай сезім болар еді деп сұрап көріңіз. Мен дәл сол жағдайда болсам, қандай күй кешер едім? Осындай сұрақтар шығармашылық ойлау қабілетіңізді іске қосады. Ол сіздің барлық тәжірибеңіз бен біліміңізді біріктіріп, болашақтың жаңа бейнесін қалыптастырады. Ниет бұл көбіне ойыңдағы бейне немесе ішкі сезім түрінде көрінеді. Мысалы, егер сіз тыныш, жайлы, демалыс орнын армандасаңыз, онда сіз оның атмосферасын, иісін, дыбыстарын анық елестете аласыз. Сол жердің сізге әкелетін тыныштығын сезінесіз. Бұл бейне жеткілікті, нақты әрі анық болған кезде. Бұл бейне жеткілікті, нақты әрі анық болған кезде. Сіз армандаған болашағыңызды ол әлі жүзеге аспай тұрып-ақ сезініп, сол күйде өмір сүре бастайсыз. Сондықтан ниет бұл жай ғана арман емес. Бұл жаңа шындықты қалыптастырудағы алғашқы нақты қадам. Таңқаларлығы адам миы шынайы өмірдегі оқиғалар мен өте анық, жарқын қиялдағы сезімдерді ажырата алмайды. Бұл өз-өзіңді болашаққа қайта бағдарламалау секілді. Бірақ дәл осы жерден нағыз сиқыр басталады. Сен өз ниетіңді эмоциямен біріктірген сәтте бәрі өзгереді. Неге? Себебі сенің тәнің, бұл сенің бейсанаң. Ол ойлар тудырған сезімдерге жауап береді. Егер сен болашағыңды қазірдің өзінде болғандай сезіне бастасаң, сенің жасушаларың сол оқиғаға дайындала бастайды, қайта құрылады. Бұл жай қиял емес, бұл биологиялық трансформация. Сен өз тәніңнің тарихын сөзбе-сөз қайта жазасың. Өткенді қайталамай, болашақтың жаңа картасын жасайсың. Ниет пен эмоция ұлы өзгерістерге жол ашатын топырақ. Өзіңді тану мен өсудің осы ғажап сапарында ұмытпа. Сен өз тағдырыңды қалыптастыра аласың. Сен өз санаңды қайта бағдарламалай аласың. Сен ең батыл армандарыңа сай өмір сүре аласың. Нағыз күш
сен өз-өзіңді қалай көретініңді таңдауда. Бұл жай ғана кездейсоқтық емес, бұл өмір ережелерін өзгертетін күш. Елестет, сенің қазіргі нұсқаң бұл бастапқы нүкте. Қазір сен осы жердесің. Бірақ шынайы сиқыр сен жаңа деңгейге көтерілуді таңдағанда басталады. Өзіңді тану бұл тек өзіңді іздеу емес, бұл жаңа нұсқаңды жасау. Сен өз-өзің туралы пікіріңе байлаулы емессің. Сен кез келген шектеуден жоғары көтеріліп, өзіңнің ең жоғарғы нұсқаңды шынайы өмірде жүзеге асыра аласың. Сен дәл қазір өз шындығыңды өзгертуге қабілеттісің. Сен жай бақылаушы емессің, сен авторсың. Елестетші, сен өз өміріңнің басты кейіпкерісің, ал сценарий сенің қолыңда. Сенің санаң бұл болашағыңды өзгерте алатын құрал. Бірақ оны саналы түрде жасау үшін екі күшті элементті біріктіру керек: қиял мен ықылас қоюда. Қиял бұл сенің ерекше қабілетің. Егер сен оны шектемей, дұрыс бағытта қолдансаң, ол сені өзгерте алатын қуаттың көзіне айналады. Енді оған дәл лазер сәулесіндей шоғырлануды қос. Сенің назарың неғұрлым тұрақты әрі нық болса, соғұрлым сенің әлемге ықпалың арта түседі. Қазір өзіңнің ең батыл армандарыңды, ең асыл тілектеріңді қиялыңның кеңістігіне орналастыр. Елестетші, сен шедевр жасап жатырсың. Бәрі мінсіз орналасқан картина. Бірақ оны тек көру аз, оны сезіну керек. Нағыз сиқыр осы жерде басталады. Арманыңды шынайы өмірдегідей анық сезін. Сананы күмән, шектеулерден толық босат. Тек елестету жеткіліксіз, оны жүрегіңмен сезіну керек. Елестет, арманың орындалып қойған. Алыс бір мүмкіндік емес, дәл қазір, осы сәтте шын болып жатқандай. Осы эмоцияларға толығымен беріл. Сол сезімдерді өзіңнің табиғи күйіңе айналдыр. Қалауыңды ішкі түйсікпен байланыстырғанда, сен болашақтан үміттенуді тоқтатасың. Сен сол өмірді қазірден бастап сүре бастайсың. Танымның екі жолы бар. Біріншісі ой арқылы талдау жасау, байқау, салыстыру, ақпаратты бөлу. Бұл пайдалы, бірақ терең өзгеріске әкелмейді. Ал нағыз өзгеріс екінші жол арқылы келеді, тәжірибе арқылы. Бір нәрсені рухани деңгейде шынымен түсіну үшін, оны жай ойланып қана қоймай, сол нәрсенің өзіне айналуың керек. Сен алма дәмін, оның қасиеттерін зерттеп қана біле алмайсың. Оның дәмін сезіну үшін бір тістеп көруің керек. Сенің жаңа шынайылығың да дәл солай. Оны жай елестету жеткіліксіз, оны санаңда қайта шынайы сезініп, өмір сүруің қажет. Болашағыңмен қаншалықты терең біріге алсаң, ол соғұрлым тез шынайы өміріңе айналады. Сен бұл әлемде жай ғана бақылаушы емессің. Сен оның авторысың. Әрбір ойың, әрбір сезімің, сенімің, сенің шынайылығыңның парақ бетіне салынған штрихтар. Елестет, әлем бұл сенің санаңды айнадай көрсететін айна. Оның жасырын ниеті жоқ. Ол саған кездейсоқ жағдайларды тықпаламайды. Ол тек сенің ішкі күйіңді көрсетеді. Сенің санаң бұл өз өміріңнің картинасын салатын суретші. Егер сен қуаныш, сенімділік және алғыс сезімін таратсаң, әлем де саған сонымен жауап береді.
Ал егер санаң күдік пен қорқынышқа толы болса, шынайылығың да сол күйді көрсетеді. Осы жерде ұлы шындық жатыр. Сен жай ғана ойынның қатысушысы емессің. Сен оның басты режиссерісің. Өмірді театр қойылымымен салыстыруға болады. Сен сценарий жазасың, актерлерді таңдайсың және оқиғаның қалай өрбитінін өзің шешесің. Әрбір оқиға, әрбір кездесу, әрбір мүмкіндік сенің сенімің мен күткенің арқылы қалыптасады. Мұнда екі ғана жол бар. Не сен бұрынғы ой санаңның әсерінде қалып қоясың, не өз ойыңды өзгертіп, өміріңді өз қалауыңша бағыттайсың. Сен өз сенімің үшін жауапкершілік алған сәтте жаңа деңгейдегі еркіндікті сезінесің. Сен сыртқы жағдайлардың құрбаны болмайсың, өз өмір кемеңнің капитанына айналасың. Бұл жай ғана әдемі сөз емес, бұл нақты қадамдарға арналған нұсқаулық. Бұрынғы ойларыңа тағдырыңды басқаруға жол берме. Өз шынайылығыңды саналы түрде қалыптастыра баста. Өзің болғың келетін адамға сай ойлар мен сезімдерді таңда. Әлем бұл бей-берекет күш емес, ол әрқашан саған ілесетін сезімтал құрал. Оны ақылмен қолдансаң, шексіз мүмкіндіктер есігі ашылады. Нұрлы Voice арнасына жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыз. Сонда барлық жаңа видеолардан хабардар боласыз. Сізге сәттілік, үйлесім және молшылық тілейміз.